Бүгін мен сәбіз егетін боламын. Алдын ала осындай жиек тартып алдым. Міне ұзын жиек. Ал мынау сәбіз тұқымы. Голландский сәбіз тұқым. Бұл сәбіз тұқымды мен құммен араластырамын. Сәбіздің тұқымы жеңіл болғандықтан құммен араластырып, оны жақсылап езіп аламын. Өйткені сәбіздің тұқымының ішінде эфир майлары болған үшін ол кеш шығады. Сол үшін осындай жақсылап езіп алу керек. Енді жайлап осылай сүйіп шықтым. Осындай қылып сүйіп шықтым бәрі сәбіз тұқымдарын. Негізі сәбіз кеш шығады. Сәбіз егудің неше түрлі егу әдістері бар. Мен бүгін осы әдісті көрсетіп отырмын. Барлық жүйектің үстіне сәбіз тұқымдарын сүйіп шықтым өстіп. Әр жерде қалып кетпеу үшін араларында. Одан кейін тұқымдарының бетін көрініп қалған жерлерін құмменен жауып шығамын. Тұқымдары көрініп қалмау үшін. Асықпай қолыммен тегістеп шықтым. Өйткені тұқымдар көрінбеу керек. Барлығын қолыммен тегістеп шықты. Содан кейін тағы бір айта кететін жайт, жүйектің ішінде дәу кесектер болмау керек. Ең соңында лейкаменен су құйып шығамын. Су құйғанда көп мөлшерде емес, жұқа қылып су құйып шығамын. Өйткені беті қатып қалмау керек.